Достар, 2019 жылдың шілде-тамыз айларында Ресей үкімет президенті Владимир Путин Қазақстанның екінші президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліңізге атом электр станциясын сал деген болатын. Достар, сол кезде бізге не үшін айтқан білмедім. Достар, бүкіл эколог мамандар бұның зиян екенін және де еш керексіз екенін дәлелдеді. Достар, айтады. Достар, өйткені достар, Украина еліндегі Чернобыль қаласындағы жарылғанын көп адам біледі. Достар, сол жаққа салған атом электр станциясынан ақау шығып 1986 жылы ақау шығып жарылған болатын, жойқын жарылыс болған болатын. Достар, сол қаладағы міне қазіргі түрі дәл осындай. Достар, Чернобыль қаласындағы тұратын баяғы ол өте керемет қала болған. Достар, бірақ қазір түрі мынандай. Достар, осы жаққа саяхаттап барған адамдардың бәрі емес 99-98% мутацияға ұшырап ауыр немен қайтыс болады. Достар, егер де Нұр-Сұлтан қаласында осындай зауыт құрылғаннан кейін 20 жылдан Құдай сақтасын. Достар, Алла назар көріп отқан шығар. Достар, осындай жарылатын болса, жойқын жарылыс болса, 4 миллион адамымыз достар қыршынға кетейін деп тұр. Достар, оны ешкім байқамайды. Достар, бізге Ресей үкіметін не үшін жақсы оймен салған шығар. Достар, оны комментарияға жазып кетеміз. Достар, бұл жай ғана менің ойым. Достар, видеоны аяқтайық. Достар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода мен сіздерге жай айтып көру мақсатым. Достар, бұл менің көкейімде жүрген сұрақ. Достар, ендеше видеоны аяқтаймын.